Сапиенс. Адамзаттың қысқаша тарихы. Үшінші тарау. Адам мен Хауаның бір күні. Жаратылысымызды, тарихымыз бен психологиямызды ұғыну үшін тас ғасырындағы аңшылар мен терімшілердің миын шарлап шығу қажет. Аңшылық пен терімшілік кезеңі сапиенстер тарихының ауқымды бөлігін құрайды. Сапиенстердің басым бөлігі зауыттар мен кеңселерде жұмыс істеп, нан тауып жүрген соңғы 200 жыл ғана. Егін баптап, мал баққан оның алдыңғы 10 мың жылда бағзы бабаларымыз аң аулаумен, жеуге жарамды жеміс терумен өткізген бірнеше ондаған мың жылдықпен салыстырғанда қас қағым сәт сияқты көрінері хақ. Эволюциялық психология адамның қазіргі замандағы психологиялық және әлеуметтік ерекшеліктері ауыл шаруашылық дәуіріне дейінгі тарихтың тым ұзақ кезеңінде қалыптасқанын алға тартады. Миымыз бен ойлау жүйеміз әлі күнге дейін аңшылық пен терімшілік тұрмысқа сәйкес келіп тұрады. Азықтану салтымыз, қақтығыстарымыз бен жыныстық қатынасқа құмарлығымыз, аңшы мен терімші миының қазіргі постиндустриялық ортамен, мегаполистермен, ұшақтармен, телефондармен және компьютерлермен қарым-қатынасының нәтижесі. Бұл орта бұрынғы буынның өңі түгілі түсіне де кірмеген материалдық игіліктерге кенелтіп, ғұмыр жасымызды ұзартып тастады. Неліктен бұлай болып жатқанын түсіну үшін түйсігіміз тастай байланып қалған әлемге, өзімізді қалыптастырған аңшылар мен терімшілер әлеміне енуге тырысқан жөн. Мысалы, неге соншалықты толықпыз? Қазір бақуатты елдер семіздікпен сәтсіз күрес бастаған. Алдымызға келгенді құр қайтармай жей береміз. Ең сорақысы тұзды, тәтті, майлы, өте құнарлы демей, көз түскен тағамның бәрін талғамай жұтамыз. Ата-бабаларымыздың азықтану салтын еске алайық. Олар мекендеген саванналар мен ормандарда өте құнарлы, нәрлі, жалпы тағам түрлері өте тапшы еді. 30 мың жыл бұрын терімші десерттің бір-ақ түрін, піскен жеміс-жидекті ғана білді. Тас ғасырының әйелі мәуесін көтере алмай майысқан інжір ағашына кезге қалса, бабуиндер келіп қалғанша сол жерде мейлінше көбірек жеміс жеп қалуға тырысты. Көмейге құнарлы тағамды қомағайлана тықпалауға итермелейтін инстинкт генімізде бұғып жатыр. Тіпті тоңазытқышы аузы мұрнына шығып тұрған жанға жайлы сән-салтанатты үйлерде дәурен сүріп жатсақ та, ДНК-мыз саваннада жүгіріп жүр екен біз деп ойлайды. Осы ойдың өзі шоколадты пломбирдің түбін қырнап жеп, Кока-кола мен шөл басуға итермелейді. Қомағай ген теориясын көпшілігі мойындаған. Әйтсе де, тілге тиек қылатын басқа да теориялар жетерлік. Мәселен, кейбір эволюция ілімін жақтаушы психологтар ежелгі терімшілер моногамды отбасын құрған жоқ. Жекеменшік түсінігін жоққа шығарды, коммуна болып өмір сүрді, бір некелі тұрмыс пен әке рөлін мойындамады деп пайымдайды. Мұндай топта әйел бірнеше еркекпен, тіпті әйел затымен, бір мезгілде жыныстық қатынасқа түсіп, ләззатқа кенеле алды. Бала тәрбиесіне бүкіл тайпа қатысты. Еркектер кіндігінен өрбіген баласын бөгденікінен ажырата алмағандықтан барлық балаға қамқорлық жасады дейді. Мұндай әлеуметтік құрылым су құйғыш дәуірінің утопиясы, аквариан утопия емес. Бұл жануарлар арасында, соның ішінде ең жақын туыстарымыз шимпанзе мен боноболар тірлігінде кең таралған құбылыс. Антропологтардың бақылауы бойынша ұжымдық әке болу салтын ұстанатын оқшау мәдениет жұрнағы әлі де бар екен. Мұндай қоғам мүшелерінің нанымы бойынша бала нақты бір еркектің ұрғынан емес, әйел жатырына жинақталған бірнеше еркектің шауқатынан жараладымыз. Жөпшеңді әйел бөбегі епсекті аңшының алғырлығын, шынжырсыз шежіренің ділмарлығын, жау жүрек жауынгердің батылдығы мен мейірімді ашынаның сезімталдығын бойына тартып, тегіне жұқтыру үшін тайпаның таңдаулы мүшелерімен жыныстық қатынас жасауға тырысады. Бұл қисынсыз нәрсе көрінуі мүмкін бе? Мынаны есте ұстаңыз. Қазіргі эмбриология ілімі пайда болғанға дейін баланың бірнеше емес бір ғана әкеден жаралатынына адамдардың дәлелі болған жоқ. Осынау архаикалық коммуна теориясын жақтаушылар
бала шаға да, ересектер де ауыр психикалық азап шегетінін айтпағанның өзінде, ажырасуға алып баратын сорақылыққа ерлі зайыптылардың шағын отбасында өмір сүріп, бір некеге байланып қалу бір-бірінің көзіне шөп салуға итермелейді дейді. Бұл олардың биологиялық болмысына сәйкес келмейді екен. Ғалымдар бұндай теорияны түбінен теріске шығарып, моногамды әрі отбасылы болу адам табиғатына әбден лайық нәрсе ретінде қорғаштайды. Қазіргіге қарағанда ежелгі аңшылар мен терімшілер қоғамы әлде қайда тең құқықты бола тұра, онда коммуна нышаны басым болды. Әлгі зерттеушілердің пайымдауынша, бұл құқық жалпы қоғам некелі жұбайлар мен олардың ортақ ұрпақтарынан тұратын жекелеген ұяшықтарға бөлінген кезде де із-түзсіз жоғалып кеткен емес. Сондықтан қазіргі кезде көптеген мәдени ортада моногамды қарым-қатынас қалыпты үрдіс саналып, еркек пен әйел өзінің жұбы мен балаларына тістей қататыны үйреншікті көрініс, қалыпты салт саналады. Дей тұрғанмен кейбір мемлекеттерде, мәселен Солтүстік Корея мен Сирияда билік әкеден балаға ғана өтеді. Осынау дау-дамайға төрелік айтып, төбелік ету үшін бағзы бабаларымыз 10 мың жылдар бұрын, когнитивті революция 70 мың жыл бұрын мен шаруашылық революциясы басталғанға дейінгі шамамен 12 мың жыл бұрын аралықта қандай жағдайда өмір сүргенін білуіміз керек. Өкінішке орай, қолымызда сенімді дәлел жоқ. Архаикалық коммуна мен ежелгі моногамия ілімін жақтаушылар арасындағы даудамайдың ұзын ырғасы аса жұтаң, мардымсыздау деректерге арқа таңады. Ол дәуірдің жазба деректері қалмаған түсінікті, ал археологиялық олжалар қалтарыстағы қаңқалар мен тас шақпақ аспаптар түрінде ғана ұшырасады. Одан әлдеқайда әлсіз материалдар, ағаштан, қамыс пен теріден жасалған бұйымдар ілеуде біреу кездесіп қалады. Тас ғасыры деген ұғым және құдды ауыл шаруашылығы өркендеген дәуірге дейін адамдар тастан басқа ештеңе білмеген сияқты көрінетін түсініктің өзі осы археологиялық орашолақтықтан туындаған. Негізі бұл кезеңді ағаш ғасыры деп атаған дұрыстау болар еді. Өйткені ежелгі аңшылар мен терімшілердің құрал саймандары ағаштан жасалды. Ағашқа қарағанда жақсы сақталатындықтан, қазір тек тас құрал жабдықтарды ғана тауып жүрміз. Сақталып қалған заттардың негізінде ежелгі адамдардың тұрмыс тіршілігін қайта құрастыру өте қиын. Сол кездегі аңшылар мен терімшілер және олардың аграрлық және индустриялық дәуірдегі ұрпақтарының арасындағы көпе көрнеу айырмашылықтардың бірі аздаған заттарды қанағат тұтты. Сол заттардың бәрі бірдей олардың тірлігінде толық кәдеге асқан жоқ. Дамыған елдің азаматтары өз өмірінде миллиондаған үй жаймен машинадан бастап памперс пен сүт пакетіне дейінгі бұйымның тұрақты немесе уақытша иегеріне айналады. Кез келген қызметті сол кездегі наным немесе эмоцияны осындай заттар арқылы байқауға болады. Айталық, тамақ ішу салтымыз ақылға сыйымсыз заттар мен институттарды, қасықтан бастап генетикалық зертханалар мен мұхит кемелеріне дейінгі нәрселерді ойлап тапты. Картадан бастап 100 мың орындық стадионға дейінгі ойыншықтарымыз қаншама. Романтикалық әрі сексуалдық қарым-қатынасымыз сақинамен, кереуеттермен, әдемі киіммен, мүшеғаппен, сән салтанатты мейрамханалармен, арзан қонақ үйлермен, танысу агенттіктермен, әуежайлардағы күту залымен, үйлену тойларымен және тамақ жеткізіп беретін компаниялармен нығайды. Дін өміріміздің маңызды күндерін готика соборлары мен мешіттерде, үндіс храмдары мен синагогаларда дәріптейді. Тәураттың шиыршықталған жазбасы, Тибеттің дұға ету дөңгелегі, діни қызметкерлердің желбегейі, шырағы мен хош иісті түтесі, жаңа жыл шыршасы, матса күлшелері, мола құлпытасы, иконалар бәрі де қажет сияқты көрінеді. Бір жаққа көшіп, қоныс аударғанға дейін үйімізде қаншама мүкәммал жиналып қалғанын аңғармаймыз. Көшпелі ата-бабаларымыз тұрған жерін ай сайын, апта сайын, күн сайын ауыстырып отырды. Бүкіл мүлкін салған қапты арқалап, алға тарта берді. Тасымалмен айналысатын компанияның да, көліктің де, тіпті ат-арбаның да қажеті жоқ. Соған сәйкес олар әрқашан ең қажетті дүниені ғана қолға ұстады. Демек,
ой ождандық, діни және эмоциялық тірлігі дүние мүкамалға барып тірелген емес. Бізден 100 000 жылдан соң жер қазатын археологтар қираған мешіт орнынан тапқан миллиондаған заттар арқылы мұсылмандық сенім көрінісін біршама көзге елестетіп ой тию мүмкін. Бүгін ежелгі аңшылар мен терімшілердің наным сенімі мен рәсімдерін қайта құрастыру қиын. Бұл болашақ бір тарихшының қазіргі жастарының хат-хабарлары арқылы олардың тілдесу ерекшеліктерін қалпына келтіру ниетіне пара-пара үрешілік. Себебі телефонмен айтылған әңгімелердің, электрондық жолдамалардың, блогтар мен SMS-тердің ізі де қалмайды ғой. Міне, сондықтан археологиялық олжаларға ғана сүйенсек, ежелгі аңшылар мен терімшілердің тұрмыс тіршілігі туралы ұғымымыз жаңылып, түсінігіміз шатасып кетеді. Осынау олқа ақпараттың орнын қалай толтырамыз? Кәне, бүгінгі қоғамдарға назар аударайық. Антропологтар оларды бақылай алады ғой. Алайда терімшілердің жаңа замандағы қоғамының ерекшеліктерін ежелгі дәуірмен шендестіргенде аса сақ болу қажет. Біріншіден, жаңа заманға дейін сақталып қалған мұндай қоғамның барлығы көрші аграрлық және индустриялық қоғамдардың әсерін сезінді. Сондықтан олардың ерекшеліктерін 10 мыңдаған жылдар бұрын ешқандай көршілерсіз өмір сүрген қоғамға түгелімен көшіре салу жаңсақтыққа ұрындырар еді. Екіншіден, ең бастысы, осы заманда бұрынғыша өмір сүретін қоғам халықтары климаты аса қолайсыз аумақта, егіншілікке қолайсыз белдемдерде тіршілік етеді. Оңтүстік Африканың Калахари шөлінің қиын жағдайына бейімделген адамдар Янцзы өзенінің құнарлы жазығындағы ежелгі тайпалардың тұрмыс тіршілігін қалпына келтіруге үлгі бола алмастай еді. Өте ежелгі Янцзы алабындағыға қарағанда, Калахари шөлі сияқты өңірлердегі тұрғындардың орналасу тығыздығы әлдеқайда төмен болды. Осы фактордың өзі адамзат қауымдастықтарының мөлшері мен құрылымына және олардың арасындағы қарым-қатынасқа елеулі ықпалын тигізді. Үшіншіден, аңшылар мен терімшілердің байырғы қоғамдарының ең ғажайып ерекшеліктерінің бірі олардың сан алуандылығы еді. Айырмашылық жаһанның әрқилы бөлігі арасында ғана емес, сондай-ақ бір аймақ шегінде айқын аңғарылып тұрды. Соның бір мысалы, еуропалықтар Австралия жеріне аяқ басқан кезде байқаған алуан тектілік. Британдықтар басып алған сәтте жалпы саны 300-ден 700 мыңға дейін жететін жергілікті халық бірнеше жүздеген 200-ден 600-ге дейін тайпаға бөлінді. Әр тайпаның өзі бірнеше руға, туыстар тобына тармақталды. Әр тайпаның өз тілі, діни нанымы, жалпыға міндетті жосындары мен әдет-ғұрыптар болды. Мәселен, Австралияның оңтүстігіндегі қазіргі Аделаида төңірегінде әке жағынан туысатын патри желілі рулар өмір сүрді. Олар аумақтық нышан бойынша тайпаларға бірікті. Австралияның солтүстігіндегі кейбір тайпалар керісінше шыққан текті шеше жағынан таратуға мән беріп, жер аумағы бойынша сыйынатын тотемдеріне қарай тайпаларға топтасты. Ежелгі аңшылар мен терімшілер арасында да тап қазіргідей этникалық және мәдени әртүрлілік орнаған деп жорамалдауға негіз бар. Аграрлық революция қарсаңында жер жүзін жайлаған 5-8 миллион адам әр текті тілі мен мәдениеті бар мыңдаған тайпаға бөлінді. Когнитивті революцияның мирасы ғой, қиял тілінің арқасында тіпті гендері ортақ, бірдей экологиялық жағдайда өмір сүретін адамдар ойдан шығарылған әр алуан шындықты, яғни түрлі құндылықтар мен нормаларды ұсына бастады. Мысалы, 30 мың жыл бұрын қазіргі Оксфорд университеті орналасқан жерде өмір сүрген адамдар ежелгі Кембридж тұрғындарының қолданған тілінде сөйлеген жоқ деуге толық негіз бар. Бір тайпа жауынгер, келесі тайпа бейбіт, момын болуы мүмкін. Кембридждіктер коммуна күйінде, ал Оксфордтықтар отбасына бөліне өмір сүрді делік. Кембридждіктер, оларды кантабригиялықтар деп атаған дұрыс, жебеуші рухтың мүсінін ерінбей жалықпай ағаштан жонды. Аксониялықтар билеу арқылы аруақтарға құрмет көрсетті. Біріншілері реинкарнацияны мойындады, екіншілері бұл тұжырымды сандыраққа балады. Бір қоғамда жыныстастардың қатынасына рұқсат берді, ал келесісінде бұған қатаң түрде тыйым салды.
Басқаша айтқанда, антропологтардың қазіргі терімші халықтардың тұрмыс тіршілігін бақылаулары ежелгі терімшілер мен аңшылар қоғамын көзге елестеткенімен, ерте дәуірде мүмкіндіктер көкжиегі әлде қайда кең еді. Олардың бәрі сынаптай сырғып, назарымыздан тым жырақтап кетті. Сапиенстердің табиғи тұрмыс салты туралы қызыл кеңірдек айтыстар когнитивті революциядан кейін адамның тұрмыс салтындағы әлде бір нәрсе туралы айту қисынсыздығын қаперден қағыс қалдыра береді. Көз арбап, көңіл жаулаған бояу реңктерінің арасында мәдени таңдау ғана бар. Бұрыннан бақуатты қоғам. Ауыл шаруашылығына дейінгі кезең туралы сенімді түрде қандай жорамал айта аламыз? Көпшілігі ондаған, әрі кеткенде жүздеген мүшеден тұратын шағын топтармен өмір сүрді. Әрі қоғам мүшелері адамдар ғана еді деген болжам нанымды сияқты. Соңғы сөзге жете мән берген жөн. Мұның ерсі ештеңесі жоқ. Аграрлық және индустриялық қоғамда қолға үйреткен жануарлардың саны басым болды. Қазіргі кезде Жаңа Зеландияда 4,5 миллион сапиенс пен 50 миллион қой өмір сүреді. Бұл тәртіпке итті қоспаған жөн. Төбетті қолға бірінші үйреттік, бірақ бұл аграрлық революцияға дейін болған оқиға еді. Нақты датасын айтуға келгенде, ғалымдар сан саққа тартады. Иттің осыдан 15 мың жыл бұрын адамның соңына еріп жүргенін бұлтартпай дәлелдей аламыз. Асылы, адам қауымына ит одан да бірнеше мың жылдықтар бұрын келіп қосылуы әбден мүмкін. Иттер аң аулау мен шайқастарға қатысып, жыртқыштар мен бөгде біреудің жақындап қалғанын ескерте білді. Адам мен иттің арасында өзара түсіністік пен сүйіспеншіліктің берік байланысы орнықты. Өлген итті оның қожайындарын жерлегендей салтанатпен арулап көмді. Адамдардың қажеті мен қалауын басқалардан бұрын ұққан иттер мол тамақ пен қамқорлыққа, яғни күнелту мүмкіндігіне ие болды. Иттер адамдарды өз мүддесіне пайдалана білді. 15 мың жылдан аса уақыт бұрын құрылған осынау одақ адам мен итті басқа тіршілік иелеріне қарағанда тым жақындастырып қойды. Кей жағдайларда итті де адамдар сияқты арулап көмді. Топ мүшелері бір-бірін жақсы білді. Өмір бойы олар туыстар мен достарының арасында жүрді. Жалғыздық, жеке өмірдің қалтарысыды, оларға мүлде жат еді. Көрші топтар бір-бірімен бәсекеге түскен, тіпті соғысқан да шығар, бірақ олар достаса да білді. Олар қалыңдық алып, бірлесе аң аулады, әртүрлі нәрселерді айырбас жасап, саяси одақтар құрды, діни рәсімдерді жұмыла өткізді. Мұндай ынтымақтастық Homo sapiens'тің ерекше де маңызды белгісі еді. Осы дағды сапиенстің басқа адам түрлерінен басым шығуына жол ашты. Кейде көрші отбасымен тығыз қарым-қатынас орнаған соншалықты тілі, мифтері, жосындары мен құндылықтары ортақ бірегей тайпа қалыптасты. Әйтсе де мұндай сыртқы байланыстардың мәнін асыра бағалауға болмайды. Қиын қыстау жағдайда қоңсы қонған адамдар тобы жақындасып, кейде бірге аң аулағанымен немесе бірге тойлағанымен бәрібір негізгі уақытын оқшау, бір-бірінен тәуелсіз өткізді. Сауда-саттық, сән-салтанат бұйымдарын, ұлу тастар, жақұттар мен бояулар айырбасына салды. Азық-түлікті, жеміс-жидекті немесе етті айырбастағанын, сондай-ақ әлдебір топтың импортқа тәуелді болғанын дәлелдейтін ешқандай дерек жоқ. Әлеуметтік саяси қарым-қатынастарды да кездейсоқ әрі ішінара орнатты. Тайпалар тұрлаулы саяси болмыс ретінде қалыптаса алмады. Тіпті тату топтардың кездесуіне арналған тұрақты орын белгілегеннің өзінде қалалар немесе қандайда бір мекемелер туралы сөз қозғауға әлі ертерек еді. Сапиенс өзге біреумен кездескенге дейін айлар өтіп жатты. Олар ғұмырында бірнеше жүздеген тайпаластарын ғана танып үлгерді. Тұрғындар апайтөс жер аумағына шашырай орналасты. Аграрлық революцияға дейін жер тұрғындары қазіргі Каир қаласы тұрғындарының санынан аспады. 7-ші сурет. Алғашқы үй жануары мекен? Солтүстік Израильдегі 12 мың жыл бұрынғы қабір. Шамамен 50 жастағы әйелдің, ал қасында күшіктің қаңқасы жатыр. Күшікті әйелдің басына таман жайғастырған. Әйелдің сол қолы ит мүрдесінің үстінде. Бұл жағдай екеуінің арасындағы эмоциялық байланысты аңғартып тұрғандай.
Әрине, басқа болжамдарда жасауға болады. Мәселен, ит о дүниесінің күзетшісіне тартылған сыйда болуы мүмкін. Сапиенс топтарының көпшілігі уақыттың негізгі бөлігін тамақ табу қамымен бір орыннан келесіне жөңкіліп жүруге жұмсады. Олардың жолдары маусымның ауысуына, жануарлардың жыл сайынғы көшіне және өсімдіктердің өсіп жетілуіне байланысты қалыптасты. Әдетте топ мүшелері көлемі ондаған, жүздеген мың шаршы шақырымға жететін белгілі бір жер аумағын кезе берді. Кейде осы топтар өз өрісінің шегінен шығып, жаңа жерлерді зерттеді. Бұған табиғи апаттардың, ішкі және сыртқы қақтығыстардың, демографиялық дүмпулердің салдары немесе көсемдердің ықтияры итермеледі. Сапиенстер бүкіл әлемге осылай жайыла бастады. Есебі қарапайым. Аңшылар мен терімшілер тобы шамамен 40 жылда бір рет екі бөлінеді де, енші алған бөлігі 100 шақырым қашықтыққа жырыла көшеді. Үнемі шығысқа қарай ойыса берсе, 10 мың жылда Африка тұрғындары Қытай аумағына жетеді екен. Азық-түліктің аса мол қорына кезіккен сирек жағдайларда адамдар қосын тігіп, маусым немесе жыл бойы аялдады. Қоректі кептірудің, ыстаудың, арктикалық бөлікте тоңазытудың тәсілін жетілдірді. Осының өзі бір орында ұзақ аялдауға мүмкіндік берді. Тағы бір елеулі фактор. Балығы мол теңіздер мен өзендердің жағалауына адамдар тұрақ жай салды. Бұл адамның тұңғыш тұрақты қоныстары еді. Олар аграрлық революцияға дейін 45 мың жыл бұрын Индонезия аралдарында пайда болды. Негізгі тұрақтарында бір талай уақыт тіршілік етіп, сол жерден Homo sapienстер теңіздің арғы жағына Австралияға аттанды. Мекендеген жерлердің көпшілігінде адам үйірі қоректенудің мейлінше икемді, қолайлы тәсілін тапты. Ақ құмырсқалар мен жидектерді теріп, тамырларды қазып алды. Қояндарды ұстап, бизондар мен мамонттарды аулады. Көпке мәлім аңшы адам бейнесіне қарамастан, сапиенстер терімшілікпен айналысты. Шақпақ тас, ағаш, бамбук секілді шикізаттарды өңдеді. Адамның мұқтажы тағаммен, материалмен және киіммен аяқталмады. Олар барлық жерден білім іздеді. Күнелтіп, тіршілік ету үшін жергілікті орынның картасын ойша құрап, жадында сақтады. Күн сайын тамақ іздеу әрекеті нәтижелі болу үшін терімшілер бүкіл өсімдіктің табиғи циклдері мен барша жануардың қылық дағдысы туралы жеткілікті ақпарат алуы керек еді. Оларға қандай тағам түрі маңызды, қайсысынан ауырып қалу мүмкін, қайсысы шипа дарытады, оларды да білу қажет болды. Жыл маусымының ауысуын қадағалап, найзағайдың немесе қуаңшылықтың жақындап қалғанын аңдататын құбылыстарды еске сақтауға тырысты. Адамдар әр бұлақты, әр ағашты, әр үңгірді және шақпақтас шығаратын жердің бәрін зерттеді. Тас пышақтар жасауды, жыртылған киімді жамауды, қояндарға тұзақ құрып, қар көшкінінен сақтануды, жыланның шағуы мен арыстанның шабуылынан қорғануды үйренді. Мұншалықты мол білім мен дағдыны игеру үшін біраз жыл бойы зерттеп, үйреніп, тәжірибе жинақтады. Ежелгі аңшы найзаның сүңгісін санаулы минуттарда қайрап шығатын хас шеберге айналды. Бұл шаруа қазіргі адамның ілуде біреуінің қолынан келер. Шақпақтас пен базальттың қасиеттерін білмейміз, қайрап жонуға ебіміз де кемшін. Былайша айтқанда қазіргі ұрпақтарына қарағанда ежелгі адам өзі мекен еткен орта туралы тыңғылықты, алуан түрлі әрі терең біліммен қаруланды. Индустриялық ел азаматтарының көпшілігі надан бола тұра жұрт қатарлы күнелтіп тіршілік ете берді. Компьютерші, сақтандыру агенті, тарих пәнінің оқытушысы немесе фабрика жұмысшысы болу үшін табиғат жөнінде көп білудің қажеті бар ма? Шеңбері шектеулі мамандығымызды байыпты меңгеруге тиіспіз. Ал өмірлік тұрмыстық зәрулігі мол кейбір мәселелерге тірелгенде көзді жұмып сол сала мамандарының көмегіне жүгіне саламыз. Сайып келгенде қазіргі адамзат қауымы ежелгі рулар мен тайпаларға қарағанда әлде қайда мол ақпарат жинақтады. Алайда ертедегі аңшылар мен терімшілер тарихындағы ең зерделі де білікті мамандар еді деген атаққа әбден лайық. Алайда ертедегі аңшылар мен терімшілер тарихтағы ең зерделі де білікті мамандар еді деген атаққа әбден лайық. Кейбір деректер сапиенс миының көлемі орташа есеппен сол дәуірден біршама кішірейгенін көрсетеді.
ерте кезде тіршілік ету үлкен интеллектіні қажет етті. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің өркендеуіне орай ақымақтар тұйыққа тіреліп қалатын кедергілер көбейді. Мәселен, су тасушы болып немесе конвейерде еңбек етіп күнелтудің ақырында ақылсыз геніңді ұрпағыңа қалдырудың мүмкіндігі туды. Аңшылар мен терімшілер сыртқы дүниені, жануарларды, өсімдіктерді, қолға түскен материалдарды ғана емес, денесін және сезімін мүлтіксіз басқаруды үйренді. Олар ең баяу дыбысты жыланның шөп арасымен жылжып келе жатқан анық ести алды. Қырағы көздермен ағаш жапырақтарының қалқасында жемістерді, құстар мен араның ұясын тап басып таныды. Адамдар сыбысын білдірмей епті қозғалды. Мейлінше аз күш жұмсап, көп олжа табу үшін тап жылмай отыра алды. Аттай желіп жүгіре де білді. Үнемі қимыл қозғалыспен тіршілік кешкендіктен денелері марафоншының тұрқындай шымырланып, тіпті талай жыл йогамен немесе кунг-фумен айналысқан қазіргі адамдардың өңі түгіл түсіне кірмейтін ересен епті болды. Аңшылар мен терімшілердің тұрмыс салты жыл маусымы мен мекендеген жеріне қарай өзгеріп отырды. Тұтастай алғанда олардың тіршілік тынысы ізбасарларының, кейін дүниеге келген егіншілердің, бақташылардың, жұмысшылар мен кеңсе қызметкерлерінің талабымен салыстырғанда әлде қайда жайлы да жағымды болғандай көрінеді. Қазір дамыған елдерде адамдар аптасына 40-45, кедейлер тіпті 60-80 сағат жұмыс істейді. Ал жер шарының Калахари шөлі секілді қатыбас қиырларында өмір сүрген алғашқы тайпалар еңбек етуге аптасына 35-45 сағаттан артық жұмсаған жоқ. Орта есеппен алғанда олар 3 күннің бірінде аң аулап, күніне 3-6 сағаттан терімшілікпен шұғылданды. Қалыпты жағдайда бұл өзін қамтамасыз етуге жеткілікті болды. Калахари шөлінен гөрі құнарлы өлкелерде өмір сүргендер тамақ пен шикізат табуға бұдан да аз уақыт кетірді. Оның үстіне үй ішінің тірлігіне жегілген жоқ. Үйме төбе ыдыстарды тазалап, кілемнің шаңын қағуға, жаялықтарды жуып, есепшоттағы қарызды төлеуге жүгірмеді. Қазіргі аграрлық немесе индустриялық қоғам мүшелерінің тұрмысымен салыстырғанда, сол кездегі экономика адамдардың көпшілігінің мейлінше қызықты да мағыналы өмір сүруіне мүмкіндік берді. Фабрикада жұмыс істейтін бүгінгі Қытай әйелі таңғы 7-де үйінен шығып, лас көшелермен тұнжыраған ғимаратқа жетеді де, тыным таппай сол баяғы бір станокпен жігерін құм қылатын жұмысты 10 сағат бойы ойсыз орындайды. Кешкі 7-ге таман үйге қайтады, оны жуылмаған ыдыстар мен киім-кешек күтіп тұрады. Осыдан 30 мың жыл бұрын тап осы Қытайдағы көшпенді әйел айталық таңғы 8-дер шамасында құрбыларымен қосыннан шығатын. Маңайдағы орман тоғайды кезіп, саңырауқұлақ жинап, жеуге жарамды тамырларды қазып алатын. Бақаларды аулап, жолбарыстан қашатын. Олардың өсекті бұрқыратып, асықпай әңгіме дүкен құруға, балалармен ойнап, көз шырымын алуға да уақыттары жеткілікті еді. Әлбетте, кейде әлдекім жолбарыстың аузына ілігіп, жылан шаққаннан қаза тауып жатты. Есесіне, автомобиль апатына ұшырау немесе қоршаған ортаның ластануынан жапа шегу қатері төнген жоқ қой. Жер жүзінің көп өңірінде кез келген дәуірде терімшілік адам организміне тәуір диета ұсынды. Мұның таңғалатын түгі жоқ, өйткені адам мыңжылдықтар бойы солай қоректенді. Біздің организм сондай тағамдарға үйренген. Тасқа айналған сүйектер мен қаңқаларға қарап, бабаларымыздың аштықтан немесе тағамнан запы болмағанын, орташа есеппен алғанда өкше басар ұрпақтарынан егіншілерден бойлары әжептәуір биік, денелері шымыр болғанын көреміз. Орташа өмір сүру ұзақтығы 30-40 жастан аспаған. Бұл статистикаға сәбилердің өлім жітімі салқынын тигізген. Нәресте алғашқы ең қауіпті жылдан аман өтсе, онда 60 кейде 80 жасқа дейін есен сау ғұмыр кешу мүмкіндігі молайған. Бүгін малшы мен егінші тайпаларындағы 45 жасқа келген әйел тағы да 20 жыл дәурен сүруге дәмеленеді. Себебі олардағы халықтың 5-8%-ның өмір сүру ұзақтығы 60-тан жоғары. Табыс сыры рационның алуан түрлілігінде жатыр. Егіншілер аз тамақтанады. Олардың азық-түлік жиынтығы тым жұтаң. Индустриялық қоғам алдындағы дәуірде егіншілер калорияны негізінен өсімдіктің жалғыз жарым түрінен, бидайдан, күріштен немесе картоптан ғана алды.
Организмге ауадай қажет дәрумендер мен микроэлементтер жетіспеді. Ежелгі терімшілер болса, сан алуан өсімдіктердің ондаған түрін тұрақты жеп тұрды. Сондықтан нәрлі дәрумендер мен басқа да маңызды қоспалардың бәрін бойға сіңірді. Бұған қоса олар тіршілігін бидайға немесе күрішке ғана байлап қоймағандықтан, егін шықпай қалған кезде де аштан өлген емес. Аграрлық қоғам дегенің, қуаңшылық ұрып, өрт шыққан немесе жер сілкінген кезде қырылып қалуға таяп қалды. Әлбетте, табиғи апаттар терімшілерге де жайсыз тиді. Ежелгі адамдар да мұқтаждық пен ашаршылық кезеңін бастан өткерді. Алайда олар мұндай сәтсіздіктің тығырынан шығар жолды тез әрі оңай тапты. Бір тамақтың түрі тапшы болса, екіншісін тапты. Басқа бір өсімдіктердің жемістерін терді немесе аң аулады. Табиғи апатқа ұшырамаған өзге өлкеге көшіп кете салды. Жұқпалы аурулар да, мысалы шешек, қызылша және құрт ауруы, аңшылар мен терімшілерге тікелей қауіп төндірген жоқ. Аграрлық және өнеркәсіптік қоғамды қынадай қырған індет атаулы үй жануарларынан тарайды. Адамдар аграрлық революцияның нәтижесінде ауыра бастады. Иттен басқа үй жануарын ұстамаған ежелгі терімшілер мен аңшылар әлгіндей кесапатты білген де жоқ. Тағы бір кесірлі жайт, аграрлық және өнеркәсіптік қоғам тұрғындары иін тірескен, гигиеналық жағдай өте нашар, жұқпалы кеселдердің ошағындай тым тығыз ортада тұрды. Терімшілер мен аңшылар шағын топтарға бөліне тірлік етіп, бір қоныстан екіншісіне жиі ауысып отырды. Оның өзі түрлі індеттің таралуына жол бермеді. Сіңімді әрі алуан түрлі тамақ, салыстырмалы түрде қысқа жұмыс аптасы, жұқпалы аурулардың жоқтығы, осының бәрі ғалымдардың ауыл шаруашылығына дейінгі қоғамды бұрыннан бақуатты орта деп сипаттауына себеп болды. Әрине, осынау бағзы кезді басынан құс ұшырмай асыра мақтау да дұрыс болмас еді. Көшпенділердің тұрмыс салты шаруалар мен өнеркәсіп жұмысшылары қызығарлықтай болғанымен, оларда да қиындықтар мен қайғылы жағдайлар жетіп артылды. Әлдебір себептермен ашаршылық қаупі және басқа қиындықтар жауар бұлттай бастарына үйіріліп тұрды. Балалардың өлім жітіміне ұшырау деңгейі тым жоғары болды. Кез келген сәтсіз оқиға, мысалы талдан құлау, көбінесе қайғылы жағдайға ұласты. Рудың барлық мүшелері тату тәтті қоян қолтық байланыс орнаған ортада өздерін алаңсыз, бейқам сезінгенмен, төңірегіне жек көрінішті немесе күлкілі болғандардың қиналғаны анық. Алғашқы қауымдық қалыптан шыға алмай қалған қазіргі ұлыс тайпаларда көшке ілесе алмайтын қарттар мен науқастарды аштан қатыратын немесе өлтіріп тастайтын әдет ғұрып әлі бар. Сондай-ақ дүниеге қалаусыз келген бөбектер мен кішкентай балаларды да жойып отырды. Тіпті адамды құрбандыққа шалу дерегі де ұшырасып қалады. Аче тайпасы 1960 жылдарға дейін Парагвай джунглилерін мекендеді. Оларды зерттеген антропологтар құдды бағзы заманалар қойнына кіргендей күй кешті. Тайпаға сыйлы қария өлген кезде ачелер кішкентай қызды онымен бірге көмді. Ғалымдар қатты ауырып тайпаластарына ілесе алмаған еркекті талдың түбіне тастап кеткендеріне куә болды. Тегін жемтікке үйіріліп, ағаш маңына құзғындар ұшып келе бастайды. Бірақ әлгі науқас аш құстарды аузына қаққандай, бар күшін жия орнынан тұрады да тайпаластарын қуып жетеді. Үсті басына құстар саңғып тастағандықтан, сол кезден бастап оны құзғынның боғы деп атайды. Кәрі кемпір тайпаластарына масыл болған кезде, жастау еркектердің бірі арт жағынан бұқпан тайлай келіп, балтамен басын шауып тастаған. Мұның әр нәрсені білуге әуес антропологтарға жастық шағын еске алған тайпаның бір мүшесі айтып берген. Қалжыраған кемпірлерді көп қырдым. Өзімнің апайларымды өлтірдім. Әйелдер менен қорықты. Ал енді ақ адамдар келді ғой. Әрі мына мен де қартайдым, деген еді. Жарық дүниеге енді келген шақалақтың басында шашы болмаса, шала туған деп есептеп, дереу тұншықтырып тастаған. Бір әйел өзінің тұла бойы тұңғышын қалай өлтіргенін еске алады. Еркектер қыз бала бізге түкке керек емес деп есептеген. Тағы бір ретте ер адам кішкентай баласын көңіл күйі болмағандықтан, бала жылай бергендіктен өлтіріп тастаған. Сықпыты бір түрлі болғандықтан, өзге балалар оны күлкі қылғандықтан тағы бір баланы тірідей көмген. Әйтсе де Аче ұлысын сөге жөнелуге асықпаңыздар.
Олармен бірнеше жыл бірге тұрған ғалымдар тайпаның ересек мүшелеріне еш қауіп төнбейтінін атап көрсетеді. Еркектер де, әйелдер де жұптарын емін-еркін ауыстыра береді. Олар ылғи жымың қағып, күліп жүреді. Қатаң иерархияның не екенін білмейді. Біреуге әмір беріп, төрелік құруға тырыспайды. Мырза қол, жомарт мінездері таңғаларлық. Онсыз да жұпыны мүліктерін оп-оңай бере салады, молшылық пен жетістікке ұмтылмайды. Өмірде тату қарым-қатынас пен шынайы достықты аса жоғары бағалайды. Балаларды, қариялар мен науқастарды өлтіру дерегіне біздің жанымыз шімірікпестен аборт пен эвтаназия жасататынымыз сияқты жайбарақат қарады. Айта кететін жайт, Парагвай шаруалары әчелерді аңша аулап аяусыз қырып келген. Сірә бастан айықпаған осынау қауіп-қатердің өзі әчелерді тайпаға масыл болатындардан бір жола құтылып отыруға итермелегенде шығар. Бұл жабайы қауым кез келген адамзат қоғамы тәрізді өте күрделі қарым-қатынастардан құралған. Оны атүсі танысу арқылы асыра мақтаудың да, даттай жөнелудің де қажет жоқ. Әчелер пері де, періште де емес. Кәдімгі адамдар. Ежелгі аңшылар мен терімшілер сияқты адамдар. Рухтармен тілдесу. Ежелгі адамдардың рухани және интеллектуалдық өрісі жөнінде не білеміз? Олардың шаруашылық іс-қарекетін объективті әрі ескеруге тұрарлық деректерге сүйене отырып, белгілі дәрежеге дейін реконструкциялауға болады. Мәселен, тіршілік ету үшін күніне қанша калория қажет болғанын, 1 килограмм жаңғақ неше калория бергенін, шаршы шақырым орманнан қанша килограмм жаңғақ жинауға болатынын есептеп шығара аламыз. Осы деректерді екшей келе, ежелгі адамдардың азығында жаңғақтың қандай роль атқарғаны туралы дәлелді байлам жасаймыз. Бірақ олар жаңғаққа қалай қарады? Оны дәмді ас ретінде бағалады ма, әлде бұдан тәуір қорек табылмаған соң талғажу қылды ма? Жаңғақ ағашының бұтағынан оларға әруақтар елестеді ме? Жаңғақ жапырақтарының пішіні әдемі көрінді ме? Аңшылар мен терімшілер тайпасының бозбаласы қызбен оңаша сырласуды қаласа, романтикалық мүйіс ретінде жаңғақ ағашының саясын таңдады ма екен? Иә, материалдық әлем құбылыстарынан гөрі наным мен сенімді тап баса тану, зерттеу-зерделеу әлдеқайда қиын. Ғалымдардың көпшілігі ежелгі аңшылар мен терімшілер арасында анимистикалық, латынша анима, жан, рух, ұғымдар кең тарады. Яғни олардың әлемі бір-бірімен байланысып жатқан тірі нәрселерге толы болды деген ойды құптайды. Анимистің ойынша кез келген жер мен жануар, өсімдік пен табиғи құбылыстар сана мен сезімге ие. Анимист жартас шыңындағы анау қойтас сезім мен тілекке бөгіп, әлденеге мұқтаж дегенге шүбәсіз сенеді. Қойтас адамдардың әлдебір қылығына назырқанып, әлдебіріне разы болады. Тас сақтандырып, тас өзіне табынуды талап етеді. Адамдар да тасқа жалбарынып, талап тілегін, қауіп қатерін айта алады. Тастың ғана емес, жартастың етегіндегі еменнің де, алаптағы ағындаған бұлақтың да, оны көмкерген бұтаның да жаны бар. Осы бұлақтан су ішкен саршынақ, қасқыр мен қарға да киелі. Анимистің түсінігінде тек нақты заттар мен тіршілік иелері ғана емес, материалдық емес болмыстың бәрі, өлгендердің рухы, қазір жын, пері мен періште деп жүрген әрқилы ізгі және зиянды күштер де жанды саналады. Анимист адамды басқа тіршілік иелерінен бөлектеп, араларына бітеу қабырға қалап қоймайды. Барлығы сөздің, әннің, би мен салт жораның көмегімен тікелей тілдеседі. Аңшы бұғылар табынына тіл қатып, біреудің өзін құрбан қылуын, адамдарға азық болуын өтіне алады. Сәті түскен аңшылықтан соң жаны қиылған жануардан кешірім сұрайды. Тайпаның әлдебір мүшесі ауыра қалса, шаман кесел жіберген әруақтармен тілдесіп, шапағат етуін сұрайды, немесе дем салып, оны аластайды. Осы жын шақыру көріністерінің бәріне тән нәрсе, әруақтарды нақты бір нәрсеге телейді. Бәріне ортақ әмбебап құдайлар болмайды. Мынау бұғының, ал мынау тал-теректің, бұлақтың, ауру кеселдің рухы саналады. Адамдар мен өзге тіршілік иелерінің арасында тас бітеу қабырға ғана емес, қатаң иерархия да жоқ. Оның үстіне адамның игілігі басқа тіршілік иелері үшін мүлде басым емес. Осынау құдірет иелерінің де мүмкіндіктері шектеулі, олар дүниені өз қалауларына орай басқара алмайды.
Былайша айтқанда, түпсіз ғалам адамның да, басқа тіршілік иелерінің де қас қабағына қарап айтқанына ермейді. Анимизм деп ортақ атауға ғалымдар нақты бір дінді емес, мыңдаған әрқилы діни ағымдарды, нанымдар мен культтерді біріктіреді. Бәріне ортақ нәрсе әлем туралы және ондағы адамның орны туралы бірегей ұғым. Ежелгі аңшылар мен терімшілерді анимисттер деп атаған кезде, индустриялық дәуірге дейінгі шаруаларды теисттер деп атағанда да шамамен қолдаған ортақ болжамға сүйенеміз. Теизм, грекше теос, құдай. Адамдар мен құдіретті тіршілік иелерінің шағын тобы құдайлар арасына иерархиялық қарым-қатынас түзеді. Әлемдік тәртіп осы қарым-қатынастарға иек артады. Әдеттегі аграрлық қоғам теисттер болды деген уәж шындыққа бір табан жақын келгенмен дәлелі аздау тұжырым. 18 ғасырда Польшада өмір сүрген еврей раввиндеріне де, албастылар аулаумен аты шыққан 18 ғасырдағы Массачусетс пуритандарына да, ацтек абыздарына да, 15 ғасыр Мексика, сопы мистиктерге де, 12 ғасыр Иран, 10 ғасырдағы жау жүрек викингтерге де, Рим легиондеріне де, 2 ғасыр, Қытай шенеуніктеріне де, 1 ғасыр, теист деген ортақ айдар таға салуға болады. Өйткені осы аталған адамдар тобына жататындардың кез келгені өзге наным мен діни ұстамдарды құбыжық көріп, күпірлікке балады. Ежелгі анимистердің сенімі мен ұстандары да бір-бірінен ерекшеленіп, қайшы келуден құралақан қалмаған шығар. Олардың діни тәжірибелері де түп-түзу әрі тып-тыныш жолмен қалыптаспай, қақтығыстарды, реформалар мен революцияларды бастан өткеруі әбден мүмкін. Осындай ой қорытулар мен ескертпелерден әрге бара алмаймыз. Сол кездегі рухани тұрмыстың нақты болмысын ашып көрсетуге тырысудың кез келгені барып тұрған дәйексіздік пен қызыл сөздің шоғын қоздату болып қалады. Себебі біздің қолда жартымды дерек жоқ. Ал енді табылған болмашы материалдық айғақтар, шөкімдей артефактілер мен жартастағы суреттер ғана, олардың төңірегінде мың түрлі түсіндірме жосып жүр. Шындығын айтсақ, ежелгі терімшілердің ойлау жүйелері мен сезім ағымдарына қатысты теориялар палеолит дәуірінің нанымынан гөрі қазіргі зерттеушілердің соқыр сеніміне сәуле түсіретін сияқты. Қорымнан табылған аз ғана мүкәмалдың, жартастағы суреттер мен сүйек мүсіншелердің үстіне теориядан тау тұрғызғаннан гөрі, ежелгі аңшылар мен терімшілердің діні туралы бұлыңғырлау түсінігіміз барын ашық мойындауымыз жөн болар еді. Оларды анимистер дейміз, бірақ бұлай атаудың өзі бізге ештеңе айтпайды ғой. Қандай рухтарға сыйынып, қандай мерекелерді атап өтетінін, қандай тыйым ұстанғанын білмейміз. Осынау рәсімдердің арғы жағында тұрған мифтер жайынан бейхабармыз. Бұл да өзіміз адамзат тарихы деп жүрген ұлы жылнамадағы жыртық, орны өңіреген парақтың бірі. 8-ші сурет. Ласко өңгірінің қабырғасындағы суретті шамамен 15-20 мың жыл бұрын салған. Мұнда не бейнеленген және сурет қандай мағына береді? Біреулер құспасты әрі тән ләззатын қатты аңсаған адамды бизон өлтіріп жатыр дейді. Адамның төмен жағында тағы бір құс бар. Екінші құс адам өлген сәтте денеден ұшып шығатын жанды бейнелеуі мүмкін. Ендеше фреска аң аулау кезіндегі қайғылы жағдайды ғана емес, тірілер әлемінен өлілер дүниесіне өту жайын суреттейді. Алайда мұндай ой тұжырымдардың дұрыс бұрыстығын тексере алмаймыз. Бұл қазіргі ғалымдарға арналған Роршах сынағы шығар. Осы тастағы таңба арқылы олар туралы әлдене білгендей боламыз. Ал ежелгі аңшылар мен терімшілердің наным сенімдері жөнінде ештеңе білмеген қалпымызда қала береміз. Терімшілер әлемінің әлеуметтік саяси құрылысы жөнінде де ештеңе білмейміз. Жекеменшік, шағын отбасы, моногамдық қарым-қатынас болды ма деген сияқты негізгі мәселелер бойынша да ғалымдардың пікірлері тоқайласпайды. Алуан адамдар қауымдастығы әртүрлі ұстындар арқылы қалыптасып, әлдебір топтарда құрылым құрған болар. Олардың кейбірі құдды шақар шимпанзелер сияқты аса тиімді, бірақ икемсіздеу қатаң иерархияға бағынған шығар. Басқалары боноболар сияқты мамыражай әрі босаң және қаңғыбас болды ма екен? 1955 жылы Ресейдегі сүңгір қонысында археологтар мамонт аулаушылар 30 мың жыл бұрын салған қорымға кезікті.
Молалардың бірінен 50 жас шамасындағы мамонт аузынан жасалған моншақ тізбесімен көмкерілген еркек қаңқасын тапты. Қабірде барлығы 3000 моншақ бар екен. Мәйіттің басына түлкі тісімен әшекейлеген бөрік кигізіпті. Қолына азудан істелген 25 білезік таққан. Қорымның басқа зираттарынан мұндай қазына табылған жоқ. Мамонт аулаушылар иерархиялық қоғамда өмір сүрген және мына марқұм тайпа басқарған. Оның үстіне тайпа бірнеше рудан тұрған. Әйтпесе бір рудың ондаған мүшелері өз күштерімен мынандай салтанат киімі мен қисапсыз әшекейлерді жасай алмас еді, деген қорытынды жасады ғалымдар. 9-шы сурет. Адамдар шамамен 9000 жыл бұрын қолдар үңгіріне, Аргентина, алақанның табын қалдырып кетті. Баяғыда өлген адамдар жартастан бізге қол бұлғап тұрғандай. Бұл тас ғасырының ең жан толқытарлық ескерткіштерінің бірі. Бірақ олар нені меңзегенін білмейміз. Таяу маңнан тағда айрықша жерлеу орны табылды. Онда бастарын түйістірген қалпы екі мүрде, 12-13 жас шамасындағы баланың және жамбас сүйегі қатты зақымданған 9-10 жастағы қыздың қаңқасы жатты. Баланың денесі 5000 сүйек моншақпен жабылған. Оғанда түлкі тісі тізілген бас киім кигізіп, түлкінің 250 тісімен әшекелеген белбеу таққан. Сәнді киімнің осы нақыштарын дайындау үшін кемінде 60 түлкіні өлтіруге тура келген. Қызға 5250 моншақ тізіп таққан. Өлген бабалардың айналасына мүсіншілер әр түрлі сүйек бұйымдар қойған. Тәжірибесі мол қолөнерші еркек, немесе әйел, сірә бір моншақты жасауға шамамен 45 минут уақыт жұмсады. Ендеше басқа артефактілер мен әшекейлерді айтпағанда, өлген екі баланы көмкерген осынау 10.000 моншақты дайындауға ежелгі зергер жалғыз өзі еңбек етсе, 7,5 сағат, яғни 3 жылдан аса уақытын жұмсар еді. Осы екі бала бүлдіршіндей жасында тайпаның көсемі немесе беделді мүшенің бірі бола қоймаған шығар. Ендеше соншалықты салтанатты жерлеу рәсіміне тайпаның мәдени ерекшелігі сеп болған. Бір теория бойынша, мұндай мәртебеге олар атана беделі арқылы жеткен. Мүмкін, олар көсемнің балалары шығар, ал сол кезеңнің мәдениетіне бірегей харизмаға, отбасының құдіретіне сенді немесе ұрпақтар сабақтастығының жол жорасын қатаң сақтады. Басқа теория балаларды әлде қашан өлген әлде бір бабасының жаны көшкен қасиет иелері санаған дейді. Үшінші теория жерлеу рәсімі балалардың өлу себебін аңғартады. Яғни олардың құрбандыққа шалып, айталық көсемнің жаназасында, содан соң салтанатты түрде жерлеген деген жорамал жасайды. Дәл жауабын біле алмаймыз, бірақ қайткенде де осыдан 30.000 жыл бұрын сапиенстер өз ДНК-ларына мүлде жат әр адамдар мен жануарлардың өзге түрлеріне тән мінез құлықтық модельден елеулі айырмашылығы бар әлдебір әлеуметтік код ойлап тапқанына сүңгір балалары сенімді дәлел бола алады. Соғыс әлде бейбітшілік? Тағы бір даулы нәрсе, соғыс мәселесі. Кей ғалымдар соғыс пен зорлық-зомбылық жекеменшік пайда болған аграрлық революция дәуірінде басталды деп пайымдап, ежелгі аңшылар мен терімшілер қоғамын бейбітшіліктің идеалы етіп көрсетеді. Басқалары керісінше ежелгі көшпенділер қатыгездігімен ерекшеленгеніне күмәнсіз. Екі теорияда дәлелсіз әңгіме қалпында қалды. Ауа жайылған оларды өмір шындығымен жартымсыз археологиялық айғақтар мен аман қалған жабайы тайпаларды зерттеген антропологтардың пайымдарының қылдай нәзік қисындары ғана байланыстырып тұр. Антропологиялық деректер қаншалықты қызықты болғанмен соншалықты бірегей емес. Жаңа заман аңшылар мен терімшілері негізінен Арктиканың немесе Калахаридің оқшау да шалғай өңірлерін мекендейді. Сондықтан олардың қарсы топтармен тоқайласып қалуы неғайбілдеу. Оның үстіне тайпаларды жаңа заман мемлекеттері қатаң бақылауға алды. Антропологтар тек қана 2 рет 19 ғасырда Солтүстік Американың солтүстік батысында және 20 ғасыр басында Австралияның солтүстігінде тәуелсіз жағдайда әрі салыстырмалы түрде тығыз тұрып жатқан аңшылар мен терімшілердің шағын тобының мінез құлқын қадағалау мүмкіндігін иеленді. Үндістер де, Австралияның аборигендері де қарулы қақтығыстарға бейім тұратынын байқатты.
Мұның өзі уақытша жағдай ма, әлде Европа империализмінің ықпалы ма, белгісіз. Археологиялық олжалар болса жартымсыз, түсініксіз. Соғыстан соң арада 10 мыңдаған жылдар өтсе, қандай айғақ сақталуы мүмкін? Ол кезде қабырға қалап, қамал салған емес. Артиллериялық қару тұрмақ, қылыш пен қалқанның өзі болған жоқ. Ал сүңгі туралы айтып та қажет жоқ. Найзаны соғыста да, аң аулауға да пайдалануы мүмкін ғой. Тасқа айналған адам қаңқасына қарап, жорамал жасауда қиын. Сүйектің сыну себебіне шайқас па, әлде сәтсіз оқиға ма? Сынықтың жоқтығы да марқұмның өз ажалынан қайтқанына дәлел емес. Ол етіне түскен жарақаттан қансырап өлсе, сүйек қаңқасына ешқандай из қалмайды ғой. Бұған қоса индустриялық дәуірге дейін бізге белгілісі адамдардың 90% соғыстың емес, ашаршылық пен ауру сырқаудың, суықтың салдарынан қайтыс болды. Осыдан 30 мың жыл бұрын әлде бір тайпа көршілерін жеңіп, тұрақты қонысынан қуып жібергенде, қоян қолтық шайқаста тізе бүккен тайпаның айталық 10 шақты мүшесі қаза тапса, келесі жылы тағы 100 адамы ашаршылықтан, суық пен аурудан өліп қалды. Археологтар 110 сормаңдайдың қаңқасын қазып алып, олардың бәрі әлде қандай табиғи апаттан қырылып қалды деп қорытынды түйді. Табиғи апат емес, олардың түбіне соғыс жеткенін қалай анықтаймыз? Осынау түсінік тұрғысынан археологиялық зерттеу нәтижелеріне зер салайық. Португалияда тура аграрлық революция қарсаңындағы кезеңге жататын 400 сүйек қаңқасын зерттеді. Олардың екеуінен ғана зорлық зомбылықтың ізі айқын байқалды. Израиль аумағындағы тап осындай зерттеу бұдан да олқылау нәтиже берді. 400 қаңқаның біреуінің бас сүйегінің шатынағаны анықталып, шабуыл салдарынан өлу мүмкін деп жорамалдауға негіз берді. Ал енді Дунай алабының ауыл шаруашылығына дейінгі қонысынан табылған 400 қаңқаның 18-інде зорлықтың ізі сақталған. 400-дің 18-і дегеніміз де сонша үлкен сан емес сияқты көріну мүмкін, ал шын мәнінде бұл өте қомақты пайыз екені анық. 18 адам шынында да зорлықтан көз жұмса, онда Дунай алабындағы қазаның 4,5%-ы кісі қолынан қаза тапты деген сөз. Қазіргі кезде соғыс пен қылмыс зардабын қоса есептегенде, жер тұрғындарының 1,5%-ы қылмыскер қолынан ажал құшып жатады. Дүниежүзілік соғыстар мен бірнеше геноцидті бастан өткерген ең қанқұйлы кезең 20 ғасыр бойы бұл көрсеткіш деңгейі 5%-дан асқан жоқ. Дунай алабындағы олжа осы жерге тән құбылыс десек, онда ежелгі заманда бұл аймақта 20 ғасырдағы сияқты жау жүрек әрі зорлық зомбылыққа бейім адамдар тұрған. Өкінішке орай, Дунай алабындағы ойран олжа ілуде біреу емес. Тап осындай айғақтар басқа жерлерден де табылды. Суданда Джебел Сахаба маңынан 12 мың жыл бұрынғы қорым табылды. 59 қаңқаның 24-нің сүйегінде жебе мен найзаның ұшы қадалып қалған. Бұл жалпы өлгендер санының 40% деген сөз. Бір әйелдің қаңқасына 12 жарақат түскен. Бавариядағы Офнет өңгірінен археологтар ежелгі адамның 38 қаңқасын тапты. Олардың көпшілігі жерлеу ұрасына лақтыра салған әйелдер мен балалардың мүрдесі. Қаңқалардың тең жарымында тіпті балалар мен бөбектердің сүйектерінде адам қолданатын қарулардың, пышақ пен шоқпардың ізі сақталып қалған. Мұндай белгілер ересек еркектердің сүйектерінде көбірек. Соған қарағанда осы адамдарды тобымен Офнет үңгіріне қырған сияқты. Бұл олжалардың қайсысы ежелгі аңшылар мен терімшілер өмірін айқын көрсетеді? Португалиядан және Израильден табылған өз ажалынан өлгендердің қаңқасы ма, әлде Джебел Сахаба мен Офнет өңгіріндегі қанды қасап құрбандарының мүрделері ме? Бәрі де. Біз сол дәуірдегі діндер мен әлеуметтік салттардың сан алуандығы туралы айтқанбыз. Демек, олардың зорлық зомбылыққа көзқарасы да біркелкі емес. Бір өңір әлде қандай кезеңде бейбітшілік пен тыныштыққа кенеліп, рақат күй кешсе, басқалары қанды қақтығыстарға ұрынды. Үнсіздік шымылдығы. Ежелгі аңшылар мен терімшілер өмірінің жалпылама бейнесін көзге елестету қандай қиын болса, жекелеген оқиғаларды құрастыру одан да бетер машақат екені белгілі.
Сапиенстер аңғарға келгенде не болды? Неандерталдықтар қай жерді мекендеді? Сірә бұл бір қызықты тарихи драма болған сыңайлы. Әттеген айы тек тасқа айналған сүйек пен тас құралдардан басқа сол кездесуден ешқандай із қалған жоқ. Зерттеушілер қаншама бас қатырып санасын суалтса да, айғақтар жұмған аузын ашпайды. Әлгі олжалар бізге адам анатомиясы, технологияларды дамытуы, тамақтану мен тұрмыс салты жөнінде бір сыдырғы мағлұмат бере алар. Бірақ олар сапиенстер тобы өзара жасасқан саяси одақ жайлы, осы одаққа ата-баба аруағы қалай бата тілегені және осынау ақ батаны алу үшін бақсыға азудан жасалған қанша моншақ бергені туралы ештеңе айтпайды. Үнсіздік шымылдығы адамзат тарихының 10 мыңдаған жылын қалқалап тұр. Осы мыңжылдықтар соғыстар мен төңкерістердің, діни реформалардың, іргелі философиялық ілімдердің, өнер жауһарларының куәсі болуы әбден мүмкін. Люксембургтан 2 есе кіші империяларды бағындырған жеңімпаз Наполеондар, симфониялық оркестрсіз бамбук сыбызғысымен ақ тайпаластарын емінте тыңдатып, егілте жылатқан Бетховендер өз халқына 18 мың ғаламды жаратушы жөнінде емес, таяу төбедегі алып еменді мекендейтін әруақ туралы ғана сөз таратқан алғашқы пайғамбарлар сол кезде де шыққан болуы тиіс. Бірақ мұның бәрі жорамал ғана. Үнсіздік шымылдығының қалыңдығы сонша егжей-тегжей көз жеткізбек түгіл, мұның болғанын не болмағанын білмейміз. Ғалымдар жауабы дайын тұратын сауалдарды ғана қоюға бейім. Ал бізде уақыт машинасы сияқты аспап немесе бағсы бабалар аруағын шақыратын білік әзірге жоқ. Ежелгі аңшылар мен терімшілер неге сенеді және қандай оқиға олардың жан дүниесін астан-кестен қылғанын біле алмаймыз. Дей тұрғанмен осы сұрақтарды қоюымыз керек, әйтпесе сол заманда адамдар елеулі ештеңе жасаған жоқ деген желеумен 70 мың жылдың 60 мыңын бекерден бекер есептен шығара саламыз. Алайда дәл сол кезде адам санасы ғана емес, сонымен қатар бізді қоршаған орта да қалыптасты ғой. Экстремал туристер адам аяғы баспаған пәк пішін ландшафтты іздеумен Сібір тундраларына, орталық Австралияның шөлейті мен Амазонка джунглилеріне ұмтылады, бірақ бұл елес қуып қиялға еру ғана. Туристерден көп уақыт бұрын сол жерлерден аңшылар мен терімшілер жүріп өткен. Олардан соң ит тұмсығы батпайтын джунглилер мен аңызағы аспанды қарған шөлейттердің келбетіне көп өзгерістер енді. Келесі тарауда алғашқы қоныстар пайда болғанға дейінгі ежелгі адамдардың ғаламшар экологиясын қалай өзгерткені туралы әңгімелейміз. Ұжымдық мифологиясы дамыған көшпенді сапиенстер жер жүзіндегі жануарлар дүниесі бұрын соңды ұшырасып көрмеген ең қуатты, ең қиратқыш күшке айналды.